Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар, каналға қош келдіңіздер. Соңғы хат, әсерлі әңгіме. Тыңдап отырыңыздар. Марат анасынан айырылғанына 3 жыл болған еді. Бірақ оның жүрегіндегі сағыныш бір күнде азайған емес. Анасы көзі тірісінде, балам, қандай жағдай болса да, адам болып қал, байлықта, мансапта мәңгі емес, деп жиі айтатын. Марат ауылдан қалаға кеткенде анасы көз жасын көрсетпеуге тырысқан. Ал өзі болса үлкен өмірге асығып, анасының жанарындағы мұңды байқамаған еді. Жылдар өтті. Марат жақсы қызметке орналасты, үйлі болды, көлік алды. Бірақ жұмыстың соңында жүріп ауылға сирек баратын болды. Бір күні анасы телефон шалды. Балам, қашан келесің? Анашым, жұмыс көп, келесі айда барамын. Жарайды қарағым, өзіңді күт. Бұл олардың соңғы сөйлесуі еді. 2 аптадан кейін түн ортасында қоңырау соғылды. Марат, тез жет, анаңның жағдайы ауыр. Жол бойы ол тек бір ғана нәрсені ойлады, тек аман болсын. Бірақ ауылға жеткенде кеш болды. Анасының жүзі аппақ мата астында жатыр еді. Сол сәтте оның ішіндегі бір нәрсе мәңгілікке үзілгендей болды. Жерлеуден кейін үй жайнастырып жүргенде ескі сандықта конверт тапты. Үстінде өз аты жазылыпты. Ұлым Маратқа. Қолы дірілдеп ашты. Балам, егер бұл хатты оқып отырсаң, демек мен бұл дүниеде жоқпын. Саған айтар өкпем жоқ. Өйткені ана жүрегіне баласына өкпелей алмайды. Мен сенің әр жетістігіңе қуандым. Әр қуанышыңды өз қуанышымдай көрдім. Кейде сені қатты сағындым. Телефонға қарап ұзақ отыратынмын. Қоңырау шалса екен деп күтетінмін. Бірақ сенің бос емес екеніңді түсіндім. Балам, өмір өте қысқа. Ақша табылар, үй де салынады, көлік те ауысады. Бірақ уақыт ешқашан қайтып келмейді. Егер бір күні балаларың болса, олармен көбірек уақыт өткіз. Әкеңнің де қадірін біл. Жақындарыңды құшақтаудан тартынба. Мен сені әрқашан жақсы көрдім. Анаң. Хаттың соңғы жолдарын оқығанда көз жасын ұстай алмады. Сол түні ол таңға дейін ұйықтамады. Өмірінде алғаш рет өзінің қаншалықты жалғыз қалғанын сезінді. Көп ұзамай әкесін қалаға алып кетті. Енді жұмыстан шаршап келсе де, әкесімен шай ішіп ұзақ сөйлесетін болды. Бір күні әкесі, анаң сенімен мақтанатын, балам, деді. Марат үнсіз қалды. Өйткені ол анасының мақтанышынан гөрі оның сағынышын көбірек есіне алды. Содан бері ол бір нәрсені ұмытпайтын болды. Біз көбіне ата-анамыз мәңгі қасымызда жүретіндей өмір сүреміз. Ал шын мәнінде олардың әр күні бізге берілген баға жетпес сый. Бір күні айтылмай қалған сөздер, шалынбай қалған қоңыраулар, жасалмай қалған кездесулер ғана естелік болып қалады. Сондықтан жақсы көретін адамдарыңызға дәл қазір бүгін хабарласыңыз. Ертең кеш болуы мүмкін. Каналға тіркеліп, өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Сау болыңыздар.